Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that. Менде қазір 21 күндік челлендждің екінші күні 7:50 шамасы. Мен жалғастырып жатырмын. Тек берілмеу керек, алдыға жылжып жүру керек. Менде 21 күндік челлендж болып жатыр. Ол челленджде мен типа қасында 6-7 шамасында тұру керекпін. Потом жату, кітап оқу, ағылшын тілін и медитация, аффирмация күнде жасауым керек. И күнде благодарность ету керекпін. Сол үшін мен осы ютубқа осы челленджді түсіріп көрейін деп шештім. Потому что көптеген адамдар бар, челлендждерін түсіріп, көптеген жерлерге салып жататын. Поэтому мен де көрейін дедім. Өзім үшін ғой, өзім де тексерейін дедім 21 күн ішінде. Мен осы уақытқа дейін көп челлендждер істепсем, 30 күндік магия отырайын челленджін жасадым, потом 50 күн project 50-ді жасадым. Но не до конца болып кетті, потому что жұмысқа тұрдым деген сияқты. И уақыт болмай кетті менде. Потом қайтадан челлендж бастап көрсем қалай болады дедім да. Бастап көрдім. Бүгін екінші күн, сол 21 күндік челлендждің. Астанада отырмын. Двордың алдында. Қазір мен мысалға кішігірім жаттығумен жүгірдім, потом кітап оқысам ба деп отырмын. Но хочу домой покушать что-нибудь. Бірдеңе жеп алмасам, завтрак жасау керек. Но үйдегілердің бәрі ұйықтап жатыр. Оларды мен оятқым келмейді, потому что мне некомфортно. Екінші күннің тренировкасын жасап болдым. Жасап болған жоқпын, әлі жасап жатырмын. Но тер деген айта алмадым. Флайтингне мен бүкіл full bodyға арналған жаттығуын жасаймын да, потом өзімнің пресске арналған жаттығуларын жасаймын, и потом қолға. И все, потом душқа қабылдамасам, срочно өлдім мен. Серді айта алмадым. Жаттығуым қандай интенсивный болғанын түрінен ақ көріп тұрған жасында. Слишком қатты терлеп кеттім. Әлі қолдың жаттығуы бар менде. Вот такая вот история. Good morning. Мен қазір душқамдадым, потом қазір енді бет қолымды жуамын да, тісімді жуамын, потом обычный уходға кірісетін боламыз. First, I'm washing face. Our face, our salt. Собственно, полотенцемізге, собственный бетімізге сүртеміз. Осындай свежий бетке енді не істейміз? Маска жасаймыз. Қазір маска. Здесь у нас Real Mango Essence Mask. Осыны, как обычно, бетімізге қоятын боламыз. Бұл халықтен шықты. Мұздай. Енді бұны ашу керек. Чек көрімішкен дайын тұрса. Короче, біздің мектептің директоры ауысыпты да. Карла Маркс мектебінің директор келіпті дейді. Потом бізде
клеточный сондай киіп жүретін еді ғой. Соны ауыстырыпты обычный көк андай көйлек. Oh my god, it's cold. Есімде анамызда екен, но жырғып кеткен. Мұздай болған бір түрлі. Потом әңгімені жалғастырайық. Сол формада өзгешелік болыпты дейді. Ал біз 11-ші класспыз. Соңғы жыл форма сатып алсақ, ол қалады сол күйі, ақшада бекерден бекер кетеді деген сияқты. Сол үшін обычный көк либо қара юбка киеміз да, и ақ рубашка киеміз. Сосын 25 майға қарай новыйдан кейін тіктіретін шығармыз вальс анау-мынауға. Сол үшін сол директорымыз новый өзгешеліктер ойнатып жатыр. Қалғанын бетімізге. Оны шамамен тәжірибелесеміз. Открываем музычек и лохтрамся. Холодно. Ванна будет. Потом бағанағы маскадан қалғандарды чуть-чуть бетке сіңдіріп аламыз. Шашым менің осындай тарамаса жылған екен. Мұрныма для черных точек не жағам маска. Потом менде мынандай знаменитый бір мүйізі бар. Шаш жинайтын бар. Осымен жинақ қоямыз. Но мен қазір бір мүйіз болып тұрған келіп тұрған жоқ, поэтому мүйізді артына жібереміз. Ойбай. Чтоб шашымыз бізге не мешало. Короче, в общем, нужно в общем деген сөзді қолдану керекпіз. Потому что, короче, это нехорошо. Чуть-чуть жібереміз. Жұқалап. Слишком жұқа болмау керек, потому что ол жылыну керек. Деп істейік. Өткен видеода да өсіп себебін қалай қойдырсам болады, бұлай дейді. Бұны енді біз бұны бетке істеу керек, но мен бұны бетке істеймін. Не хочу бұны бетке істеуді. Бұны аламыз. Жизнь это бесценно. Короче, мен қазір кто заплачет, когда ты умрешь, монах, который продал свой Феррари деген кітапты оқып жатыр. И ол кітапта, в общем, саморазвитие жайлы өмірге деген көзқарасыңды өзгертеді да. Мен жаңа оқыдым, масканы кепкен күткен кезде. Оказывается, медитация ол не екен? Сенің разумыңды
натренировать ететін, сенің ойлау қабілетіңді, өмірге деген көзқарасыңды өзгертетін медитация деген. Сен медитациядан тыныштық аласың, бүкіл ойыңды жинақтайсың. Сондай күшті нәрсе да медитация деген. Бірақ 20 минут деп тұр. Бірақ әркім әрқалай жасайды медитацияны. Мен мысалы медитацияны ең көп дегені 10 минут шығар медитацияны менде. Потому что мен аяғымда қасап тіке ұстап дұрыс отыра алмаймын. Ыңғайсыз болып кетеді. Тыныштықта отқанға не жетсін бір жағынан деймін да. Потом бір притча бар екен, Махараджа, индийский Махараджаның притчасы бар екен. Сен бір айда 252 сағат бар екен. Сен оның 7 сағатын ұйқымен өткізсең, 8 сағатын жұмыста өткізесің деген сияқты. Ал бір жылда 3024 сағат бар екен. Сол уақытта сен не істейсің? Сол уақытты қалай пайдаланасың өзің? Скоро бізде сабақ басталады, ұбт-ға дайындық деген сияқты. Күні дайындаласың. Мен осы сентябрьден бастап ойладым, тренажеркаға жазылып, потом азанда сол баяғыдай 5-те либо 6-да тұрып развивать ете беремін өзімді деп. Сентябрьдің 1-ші күні домге барам, көрем расписание анау деген сияқты. Сабақ қаншада бітеді, мен курсым қаншада басталады, тренажерный залға қаншада барам, соның бәрін ойластырып, потом сентябрьге план қойып, алдыңғы күзге план қойып керек, чтобы шатаспаш үшін. ұбт-ға дайындалып үлгеру керек. Мен өзімнің дисциплина құру керекпін да өзіме. Сол үшін қазірден бастап мен 21 күндік челленджімді жасап жатырмын. Челленджді 21 күннің ішінде привычка ойластырасың. Біз алдымен привычка создавать етеміз, потом привычка бізді создавать етеді деген күшті сөз бар. Вот. Мен оқуым бітті осымен. Все. Сәлем екеуміз Меганы аралауға келдік. Күшті. Ждите скоро новый эйчленді аралап біттігенді. Смотрите, қандай. Короче, спортивка қарап жатырмыз. Мындай дневниктер бар екен. Жазғанға өзің. Ақша, бюджетін түсесің. Иси такие. Күшті екен. Планер. Иси такие. Планер. Дневник алу керек менен. И финал. Ой, барлық қасық бар. Депа. Не деген? Мы в Нью-Йорке. Құр өзің киіп жүрсең де күшті. Баскетболский. Здесь коллектив. Тура ана көйлегінің несімен бірде болып тұрады.
Bitter var ekan. Da шай для меня. Вообще дерзкий кітаптар тұрғаны. И нежная бар екен. И соль Ольга Примаченконың «Я с тобой дома». Или без упражнения. Сол к себе нежный. Яхта мастер и Маргарита деген кітап бар екен. Михаил Афанасьевский. Вообще бағасын айтам 3750 теңге. Александр Пушкин Неді Эммалар. Біз қазір тамақ ішінде жатырмыз. Аптекасынан отырмыз. И кола бізбен алдық. Енді донер мен фри заказ беріп жатыр Сабина. Вот газ Италиссимо. Хардис бар, KFC. Қайтып баратырмыз. Базарға барып, мектепке кофта, юбка, тағы не туфли алдық. Күн ыстық. Жаққа келдік біз.